Сәлем достар. Бүгін біз Қазақстан территориясында өмір сүрген 9-11 ғасырлардағы Оғыз мемлекеті туралы айтатын боламыз. Оғыздар жалпы түрік қағанаты құрылған кезде сол батыс түрік қағанатының құрамындағы 30 тайпаның бірі болды. Ал 9 ғасырда өздері мемлекеттік дәрежеге дейін жетті. Сіздер менің осы Оғыздар туралы айтатын видеомды аяғына дейін тыңдап, ұнаса видеоға лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, 7 ғасырда батыс жетісуды мекендеген Оғыз тайпалары түрік қағанатының құрамында, одан кейін батыс түрік және түркеш қағанатының құрамында болды. Бірақ түркеш қағанаты әлсіреген уақытта ол қарлұқ тайпаларыменен күресіп, осы түркештердің мұрасын алып қалуды ойлады. Бірақ қарлұқ тайпаларынан жеңілген Оғыздар 8 ғасырдың ортасында Сырдарияның төменгі ағысыменен Арал далаларына қарай ығысты. Алайда сыр бойына ығысқан Оғыздарға жергілікті жердегі кангар петченектер қарсылық көрсетті. Осы петченектерге ұзақ уақыт бойы күрес Оғыздардың тайпалық одағын қалыптастыруға себепші болды. Петченектер ақырында Оғыздардан жеңіліп, батысқа қарай көшуге, ығысуға мәжбүр болды. Қалған петченектер жергілікті жерде қалды. Оғыздардың 10 ғасырдағы территориясы Хазарияға дейін жетті. Солтүстік Каспий маңы, орталық, оңтүстік, шығыс Қарақұм және Арал маңындағы Қызылқұм аймағы Оғыз даласы деп аталынды. Бұл Мафазат әл-Гуз деп те аталынды. Осыған дейін Қазақстан жерінде пайда болған мемлекеттер қағанат деп аталынып келсе, осы Оғыздардың тайпалық бірлестігі ел деп аталына бастады. Ел деген бұл халық мемлекет деген ұғымды білдіреді. Жоғарғы басшы Жағбу деп аталынды. Жағбудың кеңесшісі Күл еркіндер деп аталынды. Әскер басшысы Сүйбашы деп аталынды. Жағбудың билігі мұрагерлікпен беріліп отырылды. Сондықтан да Жағбу өзінің артына мұрагер дайындады. Ол Инал деп аталды. Иналды атабектер, яғни арнаулы тәрбиешілер тәрбиеледі. Оғыз мемлекетінің астанасы Жаңакент қаласы болды. Осы қалада, астанада ел басқарудың ұлы және кіші құрылтайлары өткізіліп тұрды. Бұны біз Оғызнама жәдігерінен қаған ұлы құрылтай шақырды деген сөздерінен анық көруге болады. Құрылтай кезінде қаған өзінің ұлдарын екі жағына отырғызды. Оң жағына Бозоқ деп, сол жағына Шоқ деп отырғызған. Жағбу сайлаған уақытта осы Бозоқтардың артықшылығы болды. Оғыздар Евразияның саяси және әскери тарихында да маңызды рөл атқарды. Олар 9 ғасырда Еділ мен Жайық өзендерінің аралығындағы петченектерді жеңіп, өздеріне қаратты да Еділге дейін шекарасын кеңейтті. Бірақ Оғыздар әр қарай Еділден ары асып, Қара теңіз Дон өзенінің бойына дейін жетіп, жақсы жайылымды қолға қаратқысы келді. Бірақ оның батысында жатқан Қазар хандығы бұл мақсатты орындауға кедергі келтірді. Сондықтан 965 жылы Киев князі Святославпенен одақтасып, Хазарияны талқандады. Оғыздардың екінші мақсаты бұл Маңғыстау мен Үстірт Еділ бойынан өтіп, Европаны Азиямен байланыстыратын аса маңызды сауда жолдарын алу болды. Сөйтіп, Хазарияны талқандау Киев Русының де саудагерлерінің шығыс елдеріне шығуына жол ашты. 985 жылы Киев Русының князі Владимирмен одақтасып, Еділ Болгариясында жеңді. Сөйтіп, Оғыздардың шекарасы 9 ғасырдың аяғы мен 11 ғасырдың бас кезінде Сырдарияның орта ағысынан Еділдің төменгі бойына дейінгі орасан кең территорияны алып жатты. Оғыздардың қоныс өрістері Ырғыз, Орал, Ембі, Ойыл өзендерінің бойларында Сырдарияның Қаратау баулары мен Испиджаб шегіне дейін жетті. Ал оңтүстігінде Мауераннахрмен, Харасанмен және Хорезммен шектесіп жатты. Өзінің алдындағы мемлекеттер сияқты Оғыз мемлекеті де үздіксіз соғыстың нәтижесінде әлсірей бастады. Сондай-ақ мемлекетті ұстап тұру үшін шектен тыс алым-салықтар салынды. Бұған халық көтеріліске шығып, қарсы болды. Әсіресе Әлиханның кезінде мемлекет күрт нашарлады. Бұны көрші жатқан селжұқтар пайдаланып, Жент қаласын басып алды. Бірақ қала
тұрғындары селжұқтарды қайтадан қуып шықты. 1041 жылы Әлидің мұрагері Шахмәрік тұсында Хорезмді жаулап алады, бірақ 2 жылдан кейін селжұқтардың қолынан Шахмәрік қаза табады. Шахмәріктен кейін билік үшін талас-тартыстың нәтижесінде мемлекет одан сайын әлсірейді. Бұны шығыс жағында жатқан көршілері Қыпшақ тайпалары пайдаланады. Бұл кезде Қыпшақ тайпалары күшейіп келе жатқан еді. Сондықтан 11 ғасырда осы Қыпшақтар оғыздарды Сырдария арал бойынан біржолата ығыстырып тастайды. Сөйтіп 11 ғасырда Оғыз мемлекеті құлады. Мемлекет құлағаннан кейін оғыздар бірнеше бөлікке бөлініп кетті. Кейбіреуі Шығыс Европа мен Кіші Азияға көшіп кетті. Екінші бөлігі Қарахан мен Селжұқ мемлекеттерінің құрамына кірді, ал үшінші бөлігі Дешті Қыпшақ тайпаларына сіңісіп кетті. Достар, мен сіздерге Оғыз мемлекеті туралы пайдалы ақпараттар айттым. Сондықтан менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.